Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын қарақат тосабын дайындаймыз. Ол үшін алдымен жақсылап барлық қарақаттарымызды шөптерінен тазалап іріктеп аламыз. Кейін салқын сумен жуып, тазартып аламыз. Жақсылап жуылған қарақаттарымызды кәдімгі шай ішетін кесемен санап өлшеп аламыз. Егер сіздерде таразы болатын болса, таразының көмегімен өлшеп алсаңыздар болады. Енді осы қарақатымызды қайнататын ыдысымызға қабаттап салатын боламыз. Яғни алдымен қарақат, одан кейін үстінен қантымызды сеуіп, тағы да қарақатымызды салып, қантымызды сеуіп, қабаттап салып шығатын боламыз. 1 килограмм қарақатқа 1 килограмм қант қосатын боламыз. Немесе мен секілді 1 кәсе қарақатқа 1 кәсе қант қосамыз. Менде 6 кәсе қарақат шықты, мен 6 кәсе қант қостым. Енді табамызды орташа отқа қойып, қантымыз еріп, қайнай бастаған кезде жақсылап араластырып аламыз. Осы сәттен бастап тосабымызды 7-8 минуттай қайнатамыз. Арасында осылай қайнай бастаған кезде араластырып тұру қажет. Себебі біздің тосабымыз көтеріліп, тасып кетуі мүмкін. Көбігі шыққан кезде жақсылап көбіктерін алып, тазартып аламыз. Тосабымыз 7-8 минут толық қайнағаннан кейін табамызды оттан алып, жақсылап жуылған стерилденген банкілерімізге бірден ыстық күйінде құйып қойсаңыздар болады. Немесе суығаннан кейін құйсаңыздар да болады. Міне достар, біздің қарақаттан жасалған тосабымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әрі жасалуы да өте оңай. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Осы каналды қолдап, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын.